Қалайсыздар? Мен бүгін өзімнің тігетін орамалдарыма, тақияларыма қандай фурнитура қолданатынымды көрсеткім келіп отыр. Яғни обзор жасағым келіп. Осындай қорап жасатып алдым өзіме. Арзан болғаннан кейін өте ыңғайлы екен. Яғни біріншісі осылай алынады. Бұл жерде менде тастарым, қапсырмаға тігетін, тақияның көздеріне тігетін, сәукелеге тігуге болады. Тастарымды осы жерге ыңғайластырып қойдым. Мына жерде менде ілмек жасағанға өте әдемі хрустальдарым тұрады. Хрустальдар и японский стразовый лента. Яғни қараймайды. Маған қатты ұнады, өте әдемі. Көрсетуге тырысам сіздерге жақыннан. Өте әдемі. Маған қараймайтыны ұнамады, қатты ұнады. Одан кейін кішкентай майда беконустар. Көп мен каналымды көретін қыздар сұрап жатқан екен, қандай моншақпен тігесіз, сіз размерлерін айта кетсеңіз деп. Құдай қаласа Алла бұйыртса. Өзімнің видеоларым алдында қандай заттарды, қандай моншақтарды қолданатын размерімен сіздерге көрсететін боламын. Қазірше осындай обзор жасай тұрайын дедім. Осындай беконустар өте әдемі, жылтыр, қараймайды. Және пайеткаларым. Мен китайский пайетка қолданам. Қытайдікі өте тамаша, қараймайды. Және бағасы жағынан өте тиімді. Қараймайды, маған қатты ұнайды осы пайеткалар. Және осының күміс түсін қолданам. Одан кейін японский деп сатып алдым. Мынау металлик сырты. Бірақ маған бұл моншақ ұнамады. Бұл моншақтың сырты су тигенде, күннің сәулесі тиген кезде, және тұзды су тиген кезде мынау қарайып кетеді екен. Любой су тиген кезде қараяды. Сондықтан мен пока бұны қолданбадым. Алғаныма 1 жыл болған шығар, 1 жыл, 2 жыл. Бірақ мен бұны қолданбадым. Японскийдің металликтері ұнамады, қарайып кетеді екен. Одан кейін менде мындай хрусталь тастар. Орамалға, шашақ жасағанға, шет-шетін тіккенге өте әдемі. Яғни бір жағы стеклянный, екінші жағы металменен қапталған. Көрініп тұрса міне сіздерге. Осындай. Және менен жақсы көретінім жемшіктер, моншақтар. Мен барлық размерін алып қоямын, себебі барлық размері тіккен кезде ойлардың бростары, бітетін жерлері сол жерде өте әдемі көрінеді. Мынау шашақ жасағанға, гүл жасағанда қолданамын. Мынау 6 размер. По-моему 6 миллиметрлік, 6 миллиметрлікті мен көп қолданам. 4-ті көп қолданам. 2-ні көп қолданам. 8-ді аз қолданам. Яғни 2-ні көп қолданам, 2 миллиметрлік міне. Өте көп қолданам. Менде ол қауашақтарда көп салынып тұр, сондықтан олар пакетте тұр әлі. Одан кейін бисерлерді қолданған кезде ең жақсы көретін Preciosa Чехия. Чехия сары моншақтарының түсі өзгереді екен күнге, яғни түсін жоғалтады. Ана көк моншақтарды мен әлі пока байқамадым. Өзім көк моншақты қатты жақсы көрем. Сондықтан көбірек алуға тырысам Preciosa. Яғни размері 10-дық размер. 10-шы размерменен көбінесе тігетін 10-шы размер. Яғни иненің көздер жақсы өтеді, өте әдемі көрінеді. Бисердің размерін таңдағанда осы 10-шы размерді алуға тырысыңыздар. Одан кішкентай размерді алмаңыздар деп кеңес беремін. Одан кейін қызыл моншақты жақсы көремін, қызылдарды. Қызыл Чехияның моншақтарын таңдағанда көбінесе жылтырап, жарқырап, әдемі болып тұру үшін іші жылтырын алыңыздар. Іші жылтыр. Если матовыйды алсаңыздар, ол анатомны өздеріңіздің қалауларыңыз білмен. Чехияның рубкалары, стеклярустары. И мынандай тағы бір көк түсі бар. Одан кейін маған қатты ұнайтыны японский Милуоки.
өте әдемі. Маған қатты ұнады. Себебі түсі де өзгермейді. Бірыңғай. Моншақтардың бәрін размері бірдей тіккен кезде бір өте жақсы. Немен тігесіз, китайский размері әртүрлі емес. Миоки. Мынаны мен былтыр 2 жыл бұрын алғанмын. Біреуісін қолданып тастадым, екіншісі әлі тұр. Тура осы светтен. Бірақ миокилер өте маған қатты ұнады. Советую. Егер ақшаларыңыз жетіп жатса, бірақ қымбаттау ақшаларыңыз жетіп жатса, осындаймен тіксеңіздер болады. Одан кейін японский деп шықты мынандай бисерлер. Мынаны мен японский деп алдым. Бірақ маған ұнады. Японский деп алдым, ұнады. Өте жақсы ұнады. Бағасы да қолжетімді. Бағасы почти мына Чехиямен бірдей. Келесі менде канителдер. Тоже канителмен жұмыс істеген жақсы. Одан кейін чех именно неге салып қойдым, чех рубкалары. Чехияның рубкалары. Өте тамаша, жылтырайды, әдемі рубкалар. Көбінесе орамал тіккен кезде, орамалдың жиегін тіккен кезде, тақиялар арасына моншақты араластырып салған кезде мынау қатты жылтырайды. Золотистый түс қатты жылтырайды. Өте әдемі, жаңа светпен шағылысқан кезде жақсы жылтырайды. Сол үшін маған рубкалар ұнады. Размерлері де бірдей. Менде бұнан 2-3 пакет алып қойғам, уже таусылайын деп қалыпты. Содан кейін қызыл түсін алатын, обязательно қызыл рубкасы. Тоже отырып сап қойып. Қызыл жақсы жылтырайды. Бұның да размері 10-шы размер. Сосын айтатыным, бисер алған кезде 11-шы, 12-шы размер алмаңыздар. 11-шы, 12-шы размер кейде иненің көзі өтпей қалады. Мен мысалы японский деп алдым, алтын түсті. Екеу. Маған ұнамады. Түсі ұнағанымен инеге өтпейді. Көбісі инеге өтпейді. Иненің жеп өткізетін жері ыстап қалады. Сонымен түріме екеуі менде жай босқа тұр десем болады. Бірақ свет өте әдемі. Орамал тіккенге, тақия тіккенге, яғни кәжекелердің қызыл түспенен жақсы үйлеседі. Қызыл кәжекелер тіккен кезде өте жақсы үйлеседі. Одан кейін менде китайский жемчуг десе болама, моншақ десе болама. Тақиялар тіккен кезде, балалардың тақияларын тіккен кезде өте жақсы үйлеседі. Осындай бар менде. Тағы да жемчугтеріммен. Пайетки. Мен китайский пайетки деп бір пайеткам таусылған кезде алғанмын. Бірақ түсі ұнамады маған. Қатты жылтырамайды да. Бір қоңыр түс па, қоңыр сары түс па. Білмедім, бұны қолданған жоқпын. Ұнамады. Китайский алған. Китайский тағы. Серебро. Яғни күміс түсті маған қатты ұнайды. Көбісінде осыны қолданамын. Шектерін тіккен кезде жақсы жылтырайды. Өте әдемі жылтырайды. Қытай болғанмен сапасы жақсы. Кішкентай беконустарым мен қызыл. Размері где-то бір 3 миллиметр болады. 3-4 миллиметрлік. Хрустальдарым, менің бекон хрустальдарым. Одан кейін менде мынандай хрусталь. Орамал тіккенге алғаным. Өте әдемі, маған ұнады. Содан қалғаны, орамал тіккенге қалғандары. Тағы да чешский бисер. Қызылды, алтын түсті бар болған. Алтын түсін мен уже бәрін жаратып тіп тастадым. Тағы да алу керек. Чехияның алтын түсі өте әдемі көрінеді орамалда. Бірақ
тіккен заттарыңызды күннің көзіне қоймауға тырысыңыздар, себебі бояуы мұнып кетеді екен. Жылтыры кетіп қалады, былайша айтқанда жылтыры кетеді. Мына миокидің алтын түстерін алсаңыз, бұлардың жылтыры кетпейді. Миоки қанша дегенмен японский. Бұрынғы тіккендерімнен қалған беконыстарым, ішінде майда моншақтарым артық қалған. Деп салып қоям тоже. Тағы да хрустальдармен тіксеңіздер өте әдемі көрінеді. Хрусталь прям жалтырап тұрып заттарыңызды өте әдемі көрсетеді. Егер сіз мысалы мынадай сарыменен тіксеңіз, ақшыл сарымен қосып тігуіңіз керек. Қызылмен тіксеңіз, қара қошқыл, гранатовый менен тіксеңіздер, оюларыңыздың шеттері әдемі көрінеді. Мысалы мынадай гранатовый түстер. Алдында мен қызыл алам деп, мынадай қып-қызылын алып қойдым, яғни мынадай қызыл менен гранатовый хрустальдар қоссаңыз, мынау 4 мм, 4-5 мм-лік. Прям жиегі қанық қызыл болады, оюдың шетіне қарай тіксеңіз. Мына аяғы қызыл, яғни шекарасын анық көрсетуге болады. Қызыл менен қара қошқыл түсті қосып тіксеңіз болады. Яғни свет үйлесімділігі дейді ғой. Қаптырма тіксеңізде, тақия тіксеңізде светтерінің үйлесімділігі келу үшін бір светті сәл бір тон аз, екінші светті қанық қылып алсаңыз, сонда оюыңыздың жиегі әдемі көрінеді. Яғни қызыл түспенен граната түске золотистый түс қоссаңыз, яғни золотистый болғанда мынандай пысымды. Мына түс үшеуін араластырып тіксеңіздер, өте әдемі көрінеді. Арасына жемчуг қоссаңыздар болады, араластырып тіксеңіздер болады. Осындай свет үйлесімдіктер тіккен кезде шығарылады. Тағы айтатыным, японский деп алдым. Размерлері өте бірдей размерлері. Маған ұнады, светі де қанық, тақия тіккенге де. Яғни бір тақия тіккенге маған осының біреусі жетті. Бір пакеті жетті, және одан артық қалды міне осындай. Мен араластырған жоқпын. Екеуін араластырам ба деп ойлағам, яғни екі түстен бір түс шығарам ба деп. Бірақ мынаның түсі онша маған сәйкес келмеді. Тіккен кезде, яғни жемчуг араластырғаннан кейін, жемчугпенен. Мына түс маған қатты ұнады. Тіккен кезде, егер жаңадан бастап жүрген қыздар болса, мына өте бағасы да тиімді, размерлері де бірдей, қытайский сияқты әртүрлі размерде емес. Осыны советую. Жаңадан тігіп жүрген қыздар, бағасы өте тиімді бағада алсаңыздар болады. Яғни чешский қымбаттау, японский қымбаттау деп атсаңыздар, осымен тіксеңіздер болады. Сапасы да жақсы, бірақ күн сәулесіне түсі оңамас, су тигенде қандай болады, оны мен байқамадым әлі. Яғни осымен яқсаңыздар болады, алып тіксеңіздер болады. Енді тағы да хрусталь десем, хрусталь сататын дүкенге кірсеңіз, бәрін алғыңыз келеді. Тағы да хрусталь, күміс түсті жақсы көрем. Күміс, алтын, қызыл, неше түрлі. Яғни күміс түстен менде орамалға жақында Құдай қаласа узор шығарамын. Күтіңіздер. Және орамалға қалай тігілуі, фатиннен қалай кесіп алынып, орамалға қалай тіккенді, орамалды қалай тігілуі керек, бәрін осы YouTube арнамда шығаратын боламын. Маған жазылып, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып қойыңыздар. Және не тігу керек екенін маған комментарийға үйренгілеріңіз келетін заттардың атын жазып отырыңыздар. Әлбетте міндетті түрде мен сіздерге оның видеосын асықпай шығаратын боламын. Яғни жақында осы күміс түсті орамалды шығаратын боламын. Жақында Құдай қаласа Алла бұйыртса мен сіздерге орамалымды көрсететін боламын. Яғни күміс түсті
ол орамалдардың мендегі YouTube каналымда шыққан оюлардың бәрін үлгісін маған үлгісі деп жазыңыздар, Инстаграмда жазыңыздар. WhatsAppқа жазатын болсаңыздар, міндетті түрде YouTube каналынан орамалдың үлгісін алғым келеді, YouTube каналдан келдім деп жазыңыздар. Мен сіздерге PDF форматын жіберетін боламын. PDF форматтары менде барлығынікі бар. Әлі YouTube каналыма жүктемедім. Telegram каналымда бар. Кешіріңіздер, Telegram канал менде ақылы түрде, себебі оның бәрі өзімнің ойымнан шыққаннан кейін, өзім салғаннан кейін еңбек кішкене бағалану керек деп ойлаймын. Сондықтан Telegram каналымдағы оюларды алғыларыңыз келсе ақылы түрде жазыласыздар. Ал егер YouTube каналымдағы орамалдарды көріп тігемін десеңіздер, міндетті түрде WhatsAppқа жазыңыздар. YouTube каналдан келдім. Және YouTube'да скрин жасаңыздар. Сол орамалдың үлгісін, или сол оюдың үлгісін. Соны мен сіздерге PDF форматта WhatsApp арқылы жіберетін боламын. Міне осындай. Тағы да қыздардың бәрі, менде YouTube'да жазылған қыздар осыны сұрап жатыр екен. Көбінесе осылармен тігемін мен. Сіздерге де еңбектеріңізге Алла берекесін берсін. Каналыма жазылып қойыңыздар. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.